Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қымбатты спортсүйер қауым. Бүгін студиямыздың қонағы су добынан Қазақстанның елдер құрамасының бас бапкері Дәмір Темірханов. Дәмір, студиямызға қош келдің. Қош келдік, рахмет. Енді мынау су спорт түрлеріне жалпы осы Қазақстан құрамасының бас бапкері ретінде біраз жылдар қазір жұмыс істеп келе жатсыңдар. Жалпы енді осы әңгімемізді біз ұлттық командаға келгеннің сәтіңнен бастасақ айтып берсең. Ұлттық құрама командаға мен 17 жасында келдім. Ол кезде бас бапкер Оразалинов Асқар Сабалақұлы болды. Бір Қазақстан Республика чемпионатында Асқар ағамыз іріктеу ретінде бүйтіп спортшылар таңдап отырғанда байқап қалды. Сосын 2001 жыл, 2002 жылда Азия ойындары Пусан қаласында, Корея мемлекетінде соған іріктеу жүргізілді. Асқар Сабалақұлы, Дамир, сіз командаға сені көреміз. Шақырайын деп, отбор дейміз ғой. Іріктеуден өттің. Іріктеуден оқу жаттығу жиынына шақырды. Одан ол отборды өтті, іріктеуді. Ары қарай уже Азия ойындарына қатыстым. Жалпы талабы қалай екен ол кісінің? Мінезі қалай, үйрету процесі қалай? Ол өте ойын, спортшы ретінде ол өте мықты адам. Ол әлімге дейін бар ол кісі. Талап енді кішкене сондай қатал болды. Оны әрбір спортшыны қарастыра алмайды. Ол андай, может быть, бойымды да қарады, IQ дейді ғой. Ойлау қабілетіңді. Ойнау қабілетімді мүмкін. Мен ол кезде жаспын ғой, білмеймін. Қандай талаптар болды, білмеймін. Сен ол қай позиция ойнадың? Қорғаныста ма, шабуылда ма? Қорғаныста ойнадым. Оның қиыншылықтары қалай екен жалпы қорғаныста ойнады? Енді футболда білеміз, баскетболда білеміз, хоккейде білеміз, су добындағы қорғаныс шебінде? Бізде центральный нападающий деген бар. Біз оны су добы терминімен айтқанда, ол столб. Столб ол үлкен, мощный адам болу керек. Қорғаушы артында аяғы мықты, қолы ұзын. Доп бергенде сонымен күресіп, допты алып алатындай, сондай позицияда ойнадым мен. Осы су добы жарыс барысында осы спортшылар бірін-бірі суға батырып жатады. Сол әдейі емес пе, әлде бір ережеге сай нәрсе ме? Ол ережеге сай, бірақ өзінің ереже бұзбайтындай бір ережеде жазылып тұрады. Допты батырмау керек. Екі қолмен ойыншыны батырмау. Тағы да басқа, енді бруталити дейміз, оны қолмен ұрып, аяқпен ұруға болмайды. Оның бәрін төрешілер қадағалап тұрады. Оның бәрі төреші үстіден қарап көрінеді. Төрешіге су мөлдір ғой, судың астынан да көрінеді. Оның бәрі екі төреші болады, екі жақтан. Олар байқап қарайды. Қанша ескертуден кейін ойына шығарып тастайды? 3 ескерту алсаң, ойынан шығарылады. Бірақ қызыл карта алсаң, уже дереу ойынды, ойын емес, бассейннен кетіп қалу керек. Дөрекі тәртіп бұзса, ереже бұзса. Тәртіп, адамның ұрса, бруталити. Бізде бруталити бір термин бар, соны бәрі білет. Бруталити десе, ол уже қызыл карта, сау бол деген сөз ғой. Енді ұлттық команда сапында қанша жыл өнер көрсеттің? Ұлттық құрама командада ма? 8 жыл. Осы жылдардағы жеткен жетістігің қандай? Ең үздік жетістік па? Азия ойындарының чемпионы. Азия ойындарының чемпионы. Қай жылы, қай жерде? Сол 2002. Пусанда. Пусан, Кореяда. Сол Азия ойындары енді бір 4 жылда өтетін кешенді жарыс қой, мықты. Сол есіңе түсірсең? 4 жылда бір өтетін жарыс, ол олимпиада ғой, былай қараса. Азия мемлекеттерінің арасында олимпиада. Ол өте маңызды жарыс. Бұған әрбір спортшы, әрбір
бапкер, мен ойлаймын судобынан емес, бүкіл любой спорт түрін алсақ, Азия ойындарына бір ерекше дайындықпен барады. Сол 4 жыл, әр 4 жылда өтетін жарыс қой. Соны бір ерекше дайындалып бардық. Азия ойындары кезіндегі осы финалдық жекпе-жекті еске түсірсек, әрине әрбір финалдық жекпе-жек чемпион болу үшін оңай келмейді ғой. Әрине ол еске сала кетсек, жартылай финалда біз Япония құрама командасымен ойнадық. Енді оңай болған жоқ, ұттық. Финалда Қытай құрама командасымен тең-тең ойын болды. Ойыннан кейін есеп тең болса, пенальти ұрылады. Мысалы теннистегі тайбрейк, футболдағы пенальти сияқты. Бізде пенальти дейміз, бірақ ол международный тілмен айтқанда пенальти. Пенальти ұрғанда 5 адам ұрады. 4 гол біз салдық, 4 гол Қытайлар салды. Енді соңғы 2 атыс болды. Сол кезде біздің Асқар Оразалинов айтты дедім ғой. Ол кісі играющий тренер, ойнайтын тренер болды бізбен. Ең соңғы голды сол кісі салды. Көтерілді, штангаға тиді, ары қарай қақпаға кіріп кетті. Бәріміз доға тілеп, қарап отырғанда. Енді Қытай командасы ұру керек болды. Ол біздің қақпақша Александр Шведов деген қолмен тиіп қалды да, біз әрең жегінде Азия ойындарының чемпионы болдық. Енді әрине ол үлкен жетістік. Жалпы ұлттық командадан қай жыл кеттің? Ұлттық құрама командадан 2006-да. Бірден осы судобында қалам деп шешім қабылдадың ба, әлде басқа салаға кететін бедің? Негізі мен мекен жайын ауыстырғаннан кейін, Алматыдан Астанаға көшкенде, Астанада енді судоб болған жоқ өзі шыны керек. Енді көшкен соң уже судоб жоқ. Бапкер болып істедім, спасатель, фитнеске барып жұмыс істедім. Түгел бапкердің жолын ең астынан төменгі сатыдан бастап, и спасательда болдым, бапкер кішкентай балаларды жүзуді үйреттім. Соның бәрін өттім, төреші де болдым мен 2016-дан 2022 жылға дейін халықаралық төреші құрама командамен бірге үлкен жарыстарға барып шықтық. Ұлттық команданың осы бас бапкердің тізгінін алу, бұл ұсыныс қалай келді? Ұлттық құрама команданың бас бапкерінің алдында мен 10 жыл мемлекеттік жаттықтырушы болып жұмыс істедім. Біздің спорт дамыту дирекцияның ішінде. Ары қарай маған енді бапкерді ауыстыру деген біздің төрағамыздың ойына келді. Сол кезде ол маған ұсыныс жасады, ұсыныс жасаған жоқ. Ол маған айтты, Дамир, маған кандидат тауып берші деді. Мен айттым, міне 2 кандидат, біздің үздік спортшылардың резюмесін алып келдім. Ерлер құрамасына, қыздар құрамасына 2 үміткер резюме алып келдім. 1 апта өтті, төраға айтады, бұлар өте жас, және де олардың тәжірибесі жоқ. Ерлер құрама командасына мен саған ұсыныс жасаймын. Саған сен боласың. Мен айттым төраға, сіз маған сенсеңіз, алып кетем, жерге қаратпайым деп уәде бергем. Енді 2002-ден 3 жыл болды. Бас бапкер болып жұмыс істеп жатырмын әлімге дейін. Осы бас бапкерлік қызметке келгенің бұл сен жауапкершілік жақ түсіндің ғой?
жауапкершілік өте жоғары. Жаңағы команданың результатын ойлайсың, ары қарай жанкүйерлер бар, команданың отбасы бар, спортсмендердің отбасы бар, жас спортсмендердің оқуы бар. Оның бәрін салыстыру өте оңай емес. Неге десеңіз, бұрын біздің құрама командасының базасы Алматыда болды. Бір танымал бір фитнесте, атын айтпай қойын. Сол жақта базасы болды. Мен келгелі команданың мекен жайын Астанаға ауыстырдық, көштік. Енді елордамыз Астанада базамыз бар. Барыс арена деген спорт кешенінде. Енді не өзгертуге тырыстың сонда енді? Енді бір өзгешелік керек болды ғой, жаңа бапкер. Иә. Мен келгелі, мен келгенде командада 6 адам болды. Бар жоғы ма? Бар жоғы 6 адам болды. Мен ойлаймын, біз нөлден бастадық, таза парақ дейді ғой. С нуля начинали. Енді Астанаға көштік. Бұрын мен не істерін білмедім сол кезде. Командада 6 адам. Жарысқа барайық десек, состав жоқ. Любой жарыс, оқу жаттығу жиынына барайын десең, состав жоқ. Сосын мен ежедневникті ашып, бұрын тастап кеткен спортшылардың бәрін жинап, қалайсың, қайдасың, ана жақта жұмыс істеп жатырмын, қайтып келсейші. Сөйтіп жинап бір команда құрадық. Келесі жыл мен 2002-де келдім, 2023-те Азия ойындары Қытайда болды. Оған команда дайындау керек. Бапкердік состав жоқ бізде. Мен өзім жалғыз, ешкім мені даже представить еткен жоқ командаға. Мен команданы көшірдіп алдында айттым, балалар, мен сендердің жаңа тренерім, мен өз-өзімді ұсынамын деп. Тағайындалып отырсың ғой? Иә. Сөйтіп қызық болды. Командан, енді жинаған команда келесі жыл Азия ойындарында қола медальға ие болдық. Ары қарай енді келесі осы жылда Азия ойындары болады. Жапон мемлекетінде. Соған дайындық жүргізіп жатырмыз қазір. Енді өзің кезінде ұлттық құрама сапында ойнадың ойыншы ретінде. Қазір енді ұлттық команданың бас бапкері болсың. Айырмашылығы қалай екен? Бұрын мен спортшы, ойыншы ретінде бапкерді ұрысқанда, бірдеме түсіндіргенде түсінбейтін сондай бір не болды. Енді қазір өзім бас бапкер ретінде айтып атқан жігіттер, спортшыларымызға айтасын. Бұлар маған кей кезде қатты айтқанда, бұлар түсінбеушілікпен қарайды да. Сол кезде өзім есіме түседі, мен спортшы ретінде қалай мен түсінбейтінді, сол сосын өскенде түсінесіңдер ғой деп. Сондай бар, айырмашылық бар. Спортшы, бапкер. Қазір енді команда алғашқы жылдармен салыстырғанда жасақталған шығар, адамдар саны көбейген шығар, жастар келген шығар. Иә, қазір біздің құрама командада 30 адамдай бар, жастар да бар, үлкен тәжірибелі ойыншылар да бар. Бірақ бізде көбісі түсінбейді. Неге біздің судобол, футбол сияқты бизнес, спортшыларға бизнес сияқты. Бұлар осы жерде жаттығу жасап, басқа мемлекеттерден, клубтардан ұсыныс түсіп шақырса, бұларға үлкен ақша төлесе, бұлар бізден рұқсат сұрайды, сол жаққа барып, біз оларды ұстай алмаймыз Қазақстанда. Бұлар Испанияға барады, Ресейге барады, Сербияға барады. Бұлар түсінеді, спортшының өмірі қысқа.
жаңағы жағдайын жасап алу керек. Жаңағы үздік ойыншы болса біздің Қазақстанда бұған ұсыныс түссе батасын беріп жібереміз. Неге десеңіз, бірақ ертең ол бізге керек болғанда біз сондай. Бірақ ұлттық құрама сапында ойнайды. Иә, ұлттық құрама сапында ойнайды, бірақ дәл жарысқа келеді, сол жаман. Бізге қазір Азия ойындары қыркүйек айында болады. Біз 2 ай бұрын жинап алу керекпіз команданы. Неге десеңіз, дайындық жүргізіп, команда бірге. Жаттығу жиынын өткізу керек қой бірге. Жаттығу жиынын өткізгенде команданың түгел жаңағы выездной состав дейміз ғой. Сол команда минимум 2 ай бірге жаттығу жасап, шұғылданып бару керекпіз. Олардың келісім шарты бойынша жібермеуі де мүмкін. Бұлардың келісім шарты бойынша бұлар ар жақтан осы жерге келсе, сол жақтан бұларға жаңағы айлық айын ұстап қалады, бермей қояды. Сондай түсінбеушіліктер болады да бізден. Енді қазір міне алда үлкен кешенді жарыс Азия ойындары жатыр. Команда жасақталып іріктелді ме, әлде қосылатын спортшылар бар ма? Мен былай айтайыншы, жаңағы 80% іріктелді. Бізде состав. Жаңағы қазір Қазақстан Республикасының чемпионаты 2-ші айналым өтеді Тараз қаласында. Біз тренерский состав дейміз, бапкер құрамы, бапкер құрамы іріктейміз әлі. Полностью комплект болған жоқ біздің жаңағы 100% жаңағы состав әлі дайын емес. Біз қазір дайын, бірақ где-то бір расширенный состав 20 адамдай бар. Бірақ біз 15 адам апару керекпіз. Оның арасында да жастар да болады. Мен айтам, жас балаларға айтам да, әр қайсының мүмкіндігін бар. Өздерін қалай көрсетесіңдер ойында. Кім жақсы ойнайды, соларды біз аламыз әрине. Қазір шетелдік чемпионатта ойнап жүрген ұлттық құрама ойыншылар бар ма? Әлі келетін? Бар. Негізінен қай мемлекеттерде жүр қазір біздің спортшылардың? 2 спортшы. Европада ма бәрі? Иә, Европада да бар, Ресейде де бар, араб елдерінде де бар. Әлі қанша спортшы келу керек ұлттық команда сапына? 6 спортшы. Бәрі келе ме? Бәрі келеді деп үміттенеміз. Бірақ бұлар қиын болып тұр да, олардың келісім шартын оның бәрін бұлар былай айтады. Біз келеміз, бірақ мына жақтың қаражат жағынан жауап берсеңіз проблема жоқ дейді ғой. Жауап бере аласыңдар ма? Енді қаражат федерация бар, біздің спорт дамыту дирекциясы бар. Қазір ондай жұмыс жүргізіліп жатыр. Ары қарай енді көреміз. Енді мысалы команда сапындағы тәжірибелі спортшылар мен жастардың айырмашылығы, пайыз айырмашылығы қандай? Жастар көп па, әлде тәжірибелі спортшылар көп па? Жоқ, керісінше тәжірибелі спортшылар аз бізде. Аз ба? Жас. Негізінен жастар ма? Жастар көп. Жастар көп деп айта алмаймын, бірақ 70% жастар. Осы Қазақстан чемпионатының алғашқы айналымы Астанада өтті. Яғни спортшылардың деңгейін байқауға мүмкіндік болды ма? Иә, әрине біз іріктедік. Жаңағы чемпионат 4 күн ойындар болды. Біз тренерский штабпен отырып іріктеуін жұмысын жасап жатырмыз. Әлі толықтай жасап бітірген жоқпыз. Жалпы осы Азия чемпионатында дайындық барысын айтып кетсек, жаттығу жиындары тек Астанада өте ме, қай жерде қанша этаптан тұрады? Негізі біз Азия ойындарына былтыр қыркүйек айынан бастадық. Қыркүйек айында Индия мемлекетінде Азия чемпионаты өтті. Ол чемпионатты өткізіп, ары қарай уже біз оқу жаттығу жиынын бастадық. Астанада, Таразда сөйтіп шетел мемлекеттеріне шығып
оқу жаттығу жиынын бастадық. Қаңтар айынан сәуір айына дейін Ресей мемлекетіне барып спарринг дейміз ғой, жаңағы үздік командалардың, Ресейдің команда көп, бірақ бұлардың жаңағы международный ойындарға бұларды енді солармен тәжірибе алмасында ғой. Солармен ойнап, тәжірибе алып, спарринг жасап, сәуір айынан Қазақстан Республика чемпионатын өткіздік. Өткізіп жатырмыз, әлі біткен жоқ. Сосын бірінші маусымнан бастап Азия ойындарына расширенный состав, үлкен 25-26 адам осы Астанада жиналады. Оқу жаттығу жиын бастаймыз. Ары қарай уже шілде айында, тамыз айында адам саны азаяды. Тамыз айында біз Черногория мемлекетіне үлкен оқу жаттығу жиынын жоспарлап отырмыз. Сол жақта бүкіл Европаның үздік командалары жиналады. Ол бізге өте пайдалы оқу жаттығу жиын болады деп ойлаймын. Неге десеңіз, Европалық су добы ол әлемге өте танымал. Сербия мемлекетінің ойыншылары 3 дүркін Олимпиада ойындарының чемпионы болды. Соңғы 3 Парижде да былтыр Олимпиаданың чемпионы болды. Сол себептен Европаға оқу жаттығу жиыны бізге өте пайдалы. Өте дұрыс шешім деп. Бізді енді спорт дамыту дирекциясы қолдап жатыр. Басшылары керісінше бізге Дамир не керек, массажист, доктор, врач бізге жазып, рапорт жазып, бізге жазсаңыз қолдаймыз әрқашан, әрдайым. Соны жоспарлап отырмыз. Ары қарай Черногориядан кейін бір аптаға Астанаға келіп оқу жаттығу жиын өткіземіз да. Жапония мемлекетіне 10 күн бұрын, Азия ойындарының алдына 10 күн бұрын оқу жаттығу жиынына барамыз. Акклиматизация, бейімделу. Бейімделу. Сол жақта бізге пайдалы болады деп ойлаймын. Ары қарай енді Япониядан Кашивазара деген қаладан, уже жаңағы Нагоя Азия ойындары өтетін қалаға барамыз. Енді сізге бас бапкер ретінде қандай талап қойып отыр басшылық? Мен өзім бапкер ретінде спортшыларды түсінеді, федерацияның өкілдері, ДРС дейміз ғой, спорт дамыту дирекциясы, министрдің өзі ең жоғары чемпион болуын жоспарлап отырмыз. Енді сіздер білесіздер, Азия ойындарына жаман командалар бармайды. Ең мықтылар барады. Жапон, Иран, Қытай ең үздік Азияда, Қазақстан 4 команда үздік команда деп саналады бүгінгі таңда. Оларға қалай дайындаласыңдар мысалы? Әрбір командаға біз ерекше дайындаламыз. Себебі біз әрбір кездескенде бір-бірімізді изучать етеміз. Қараймыз, жапондар бізге қарайды. Қытайлар бір-бірімізді камераға түсіріп анализ жасаймыз. Мысал үшін Жапон командаға біз установка басқа, Қытай командасына басқа установка. Ирандікілер, олар Иран, бұлар негізі грязно ойнайды, кір ойындары. Ереже бұзып, сосын симуляция жасайды. Оған біз дайынбыз, білеміз. Ол да бір тактика ғой, Ол да тактика, олардың тактикасы сол ғана төрешіге көрсетіп, ұрып атыр, деп айғайлап, сондай бар, оны біз білеміз. Әрбір командаға, әрбір ойыншыға дейін анализ жасап дайындап жатырмыз біздің ойыншыларымызды. Керісінше Қытайлар да бізді, Қазақстан. Мен 4 команда үздік неге айтып жатқан себебім, финал, полуфинал дейміз ғой. Әрине.
үнемі ана пенальтимен, жаңағы пенальти білесіз ғой, тең дәрежеде. лотерея, Иә. жаңағы біреудікі Бақ шаба ма, бап шаба ма демекші. Иә, сондай болады. Мен уже білем қазір алдымыздағы Азия ойындарында солай болады. Жаңағы сәттілікті, жаңағы Ол да керек. ол да керек, иә. Яғни деңгейлеріңіз сол командалардың 4 деңгейі бірдей болып тұр ғой. Бірдей. Азия, жаңағы чемпионат Азия болса да, Азия ойындары, Япондар, Жапон командасы ұстады, Қытай, Қазақстан солай ауысып тұрады үнемі. Осы алып баратын команда сапындағы ойыншылардың барлығы алғаш рет бара жатыр ма осы Азия ойындарына? Тәжірибелері жоқ қой, яғни Азия ойындарына қатыспаған ғой бұған дейін. Әлде қатысқандар да бар ма? Біздің командада ма? Жоқ, біздің командада 3 дүркін чемпиондар да бар. Бірақ ардагер ойыншылар бар олар. Бұлар ардагер да, мен ойлаймын, бұлардың спорт жолы осымен бітеді деп. Мен 5-6 ойыншымыз осы Азия ойындары. Бірақ олар да керек қой. Олар керек, бұлардың дәрежесі, бұлардың опыт дейміз ғой. Иә, тәжірибесі. Тәжірибесі, спорттық IQ-сы, денелері де мықты. Сондай спортшылар, біз уже қазір бұлар спортпен қоштасса, арғарайын жастарымыз ойнайды. Келесі біз Олимпиада ойындарына уже жастарды дайындаймыз. Қазіргі қалған жастар Азия ойындарына алғаш рет бара жатыр, иә? Иә. Оларға енді әрине ондай жарыс көрген жоқ. Мынау қасындағы тәжірибелі спортшылардан сұрап қарап, олар ақылдарын айтады ғой. Әрине бұлар қобылжы болады, қобылжы болады, әрине. Психолог тұрғыда қалай жұмыс істейсің? Психолог бар ма командада? Психолог бар. Спорт дамыту дирекцияның бір келісім шартқа отырған бір психолог бар. Ол менімен хабарласты. Жекеменшік бір психолог бар. Бұрын біздің командамен жұмыс істеген психологтар. Бұлар менімен хабарласып, керек па, керек емес па, мен керек деп айтам. Бірақ біздің спортсмендерден сұрағанда психолог керек емес деп. Бұларға андай западло сияқты болады. Керек емес. Неге десеңіз, қазіргі психологтар керек десеңіз, олар мынандай ручкамен қағазды алып келеді, сурет сал, өздерінің жұмыстары ғой сондай. Сондайды береді да қазір. Біздің балалар оны жасамаймыз деп намыстанады да. Бірақ ол керек шығар. Мен деп ойлаймын, солай керек. Бірақ біздің спортшылар олар андай намысшыл, андай біз еркекпіз деген спортшылар ғой. Андай сурет сал дегенде біз олар мен сенбей қалады да, керек емес деп сөйтіп. Бізде мысалы осы бағдарламамызға тәжірибелі чемпиондарымыз келеді. Солардың сөзіне қарағанда, бұрын жас кезімізде керек жоқ екен деп ойладық дейді. Ал қазір керек екен. Тіпті 1 сағат отырып сөйлесіп аламыз дейді. Ол жастар ғой әлі, оны түсінбей жатқан шығар. Өйткені физикалық тұрғыда жарысқа мықты дайын болғанмен, психологиялық тұрғыда жарысқа дайын болмауы да мүмкін ғой. Мен қателігімді шығар, ол мен осындай бір үлкен жиналыста сұрағанда, бұлар жоқ деп айтады. Мен ойлаймын, жеке әрбір спортшымен психолог керек па, керек емес па, мүмкін сол кезде бұлар ашылатын деп ойлаймын мен қазір. Енді әрине қазір олсыз да болмайды ғой. Мысалы кәдімгі психологиялық болады, травма деген. Спортшыларда тек физический травма емес, психологиялық. Ондай да бар. Сондықтан да команда психологтың мысалы зияны жоқ шығар деп есептейміз. Өйткені бүкіл тек Қазақстан емес, бүкіл әлем бойынша ол психологтар жұмыс жасайды. Кез келген спортшымен. Сол психологтар маған звондайды да жазады. Мен не жауап беретінді білмеймін. Қазір деп бұлар күтеді. Өзің ұлттық құрама сапында ойнаған сіздерде командада психолог болған жоқ? Болған жоқ, ол кезде болған жоқ. Ол кезде психологиялық мәселелерді қалай шештіңіздер? Бізде бапкер. Ол кезде бапкер. Не айтады, соны істейсіңдер? Соны істейміз ғой. Ол кезде ондай психолог болған жоқ. Енді сол өзің ұлттық команда сапында болған кезбен қазіргі судобына деген судоб өзгерді ме? Әрине өзгерді. Қазір бұрын қазір
бұрын біз ойнағанда вар система болған жоқ да. Допустим, вар система ол жаңа ойында біреу қателесе, ол вар системадан қарайды да. Бейне қайталауға қарап, Ол кезде қалай төреші шешті, солай болады. Ол заң. Вар система керек, дұрыс па? Ол керек, ол қазір заманауи. Әрбір спортта бар деп ойлаймын мен қазір. Осы су спортында осы жастардың қызығушылығы қалай? Келе ма? Әлде қызығушылығы бар. Мен бірақ білмеймін, көбісі су добы, жаңа плавание, жүзуді айырмашылығы жоқ деп ойлайды көбісі. Маған звондайды, менің баламды жүзуді үйретіңдерші деп. Мен айтамын, бізде жүзу емес, ол фигурное катание, хоккей, екі әртүрлі спорт қой. Или жүгіру, футбол, ол екі әртүрлі спорт. Жүзу, су добы, ол да әртүрлі. Бірақ көбісі түсінбейді, бассейнде ғой, жүзуге бізді үйретіңдер деп. Біз жүзуді үйретпейміз. Біз наоборот жүзуден алып, уже команда құраймыз. Енді 7 жасынан бастап, начальное обучение деп айтады, началкадан өткеннен ары қарай командаға түседі. Ол жақтан уже іріктеу басталады, командаға түсетін балаларды алып кетеді. Ол жас бапкерлеріміз ғой, дайындап атқан. Сосын ары қарай былай уже интернат, молодежный составқа түссе, ары қарай уже центр олимпийской подготовки и уже бізге келеді. Мысалы осы соңғы жылы қанша жастар келіп жатыр? Келді мысалы енді. Қызығушылық көп па сонда? Әлде бастап кейін тастап кете ме? Ондайлары да бар. Бастап тастап кететіндер тең жартысы. 50% сондай да басында келеді. Ұнамай кетті деп айтпайды да. Осы жоқ болып кетеді. Мамасы, әке енді ата-анасы алып кетеді. Сосын біз түсінбей қаламыз. 100 адам болып еді, 50 адам болып қалды. Енді 50 адамнан деп бірдеме ары қарай спортшы шығады деп ойлаймыз. Мүмкін ұлттық командаға бәрі ойнағысы келеді, оған құрамаға келме уақыт, мысалы орын жоқ болғаннан кейін командаға келмедім деп кетіп қалатындар да болатын шығар. Ондай да бар. Бізде составта 15 адам, жарысқа баратын 15 адам. Бізде де ондай бар, құрама командада бізде 30 адам спортшы. Біз ойыннан қараймыз, бапкер жақсы ойнаса, настрой, күші ойыннан көрінеді, адам қаншалықты дайын. Осы состав 15 адам барады, түсе алмай қалған балалар ренжіп қалады. Мен неге түспедім, сосын мен осы спортты тастаймын деп. Енді мына жақта живой, естественный отбор. Бәсекелестік қой, конкуренция. Бәсекелестік. Кто лучше, тот поедет. Мен үнемі солай айтамын. Жас бала болса, жас бала үлкеннен жақсы ойнаса, ол жасты аламыз, үлкен бармай қояды. Ренжіс болмасын. Ол дұрыс қой. Ол дұрыс. Ол прозрачный, таза. Кім жақсы ойнайды, сол барады. Мен бәріне солай айтамын, команданың спортшыларға. Қарамайым жасқа, сенің тәжірибең жоғары, сенің жасың жоғары. Мынау 18-дегі жас бала жақсы ойнаса, әрине мен жас баланы аламын. Біздің Қазақстан чемпионатында қазір қанша команда бар? Ерлер арасындағы ма, кішкентай балалар? Ерлер арасындағы. Үлкендер арасында 6 команда бар. Яғни осы елімізде осы су добынан қай өңірлер жақсы дамып жатыр, қай өңірлер дамымай жатыр? Былай қарасаңыз, бізде 4 үздік команда. Алматы, Астана, Тараз, Атырау. Тағы да Қарағанды, Ақтөбе бар. Бірақ бұлар қаражат кейде бөлінеді, кейде бөлінбей қалады. Бұлар келеді, келмейді, сондайысы бар. Стабильно қатысатындар ол 4 команда. Астананың өзінде осы су добына деген көзқарас қалай?
федерация тарапынан көмек, жалпы жаңағы спорт дамыту дирекция тарапынан қолдаулар бар ғой барлығы? Спорт дамыту дирекциясы тек ұлттық құрама команданы қамтамасыз етеді. Қамтамасыз етеді. Андай қаланың клуб, мектеп бұлар қатысы жоқ. Қатысы жоқ, бірақ жаңағы оформление, медаль полностью ол жаңағы біздің дирекция развития, спорт дамыту дирекциясы. Ол федерация тарапынан? Федерация тарапынан әрине жаңағы сертификат, жаңағы спонсорларымыз да бар, оформление, жаңағы ручка, жаңағы семинар өткізгенде осындай ежедневниктер. Жалпы осы Астананың өзінде осы су добының дамуы үшін қанша бассейн керек, қандай жағдайлар керек жалпы? Біз құрама команда жаңағы Барыс арена деген спорт кешені бар. Бірақ керемет, бізге ұнайды, заманауи, мысал үшін бізге тренажерный зал керек. Ол ондай үлкен ғимарат салды да, тренажерный зал жоқ ішінде. Біз амалсыздан басқа тренажерға, басқа ғимаратқа тренажерді қолдану үшін барамыз. Сосын балалар жуынады, киінеді, бассейнге барады. Олай дұрыс емес. Мен сразу айтайын, біз неге шетелге барамыз? Шетелде бір бассейннің ішінде, бір ғимараттың ішінде 3-4 бассейн бар, тренажерный, вело, жүгіретін дорожкалары бар. Арнайы, Арнайы. Ол бізде бір бассейнде көп спорт түрлері қатысады. Бұлар шетелде, допустим, арнайы судобна, арнайы жүзуге. Сондай спорт базалар бар шетелде. Бізде енді жақын арада болады деп үміттенеміз, сенімдеміз. Именно біздің судобына арнайы спорт кешен салынады деп ойдамыз. Ал мынау қазіргі соңғы уақыттарда Таразда өте жақсы дамып жатыр, Енді бұрын кеңес кезінде Алматыда үлкен еді ғой, жалпы даму өте мықты еді ғой су добының. Ал қазір керісінше бәсеңдеп қалған сияқты Алматы. Сіз дұрыс айтасыз. Қазір Алматы қаласының басшылары қызық емес болып кетті да бұларға. Кішкентай спортшыларды тегін секциялар жоқ. О жақта бизнес. Балалар келеді, ақша, арзан ақша емес, бұлар еще көп ақша сұрайды. Сондықтан Алматы қаласы қазір деңгейі төмен түсті. Тараз, Астана, Атырау барлық жағдай жасалынған. Кішкентай балалардан жасөспірім ересекке дейін жағдай жасалынып дайын отыр да, бапкерлер күтіп отыр. Қашан, наоборот, жинап жатыр адамдар, көбірек келіндер. Солай жұмыс жасалынып жатыр. Енді олар тіпті біздің Қазақстан чемпионатын ойнамасында кейін жаңа европалық командаларға, араб елдеріне барып ойнауға мүмкіндіктері болады ғой егер. Біздің спортшыларға айтам, бір рет жақсы бір жерде көрініп, әлем чемпионаты, әлем кубогына барып, бір-екі әдемі гол салсаң, сені уже саған ұсыныс түседі, саған звондайды. Сондай деңгейге қаражат жағынан отбасына жағдай жасап алуға мүмкіндік бар ғой. Сонымен айтам, жақсылап дайындалып, ана жерде өз-өздерін көрсетіп, маған мен спортшымды Европаға алып кетсем, онымен мақтанам. Бұрын мен айтам, сол жақта сен өсесің, ар жаққа барып. Бұларда ойын, спарринг ойындар, бәсекес ойындар көп. Сондықтан ол бір жылдан кейін келсе, уже басқа ойыншы болып келеді. Енді әрине команданың деңгейін өсіру үшін осындай спаррингтік, жолдастық кездесулері болсын, өте көп керек қой. Иә. Енді ұлттық командада бұл жағдай қалай?
жиі шығасыздар ма? Мысалы Европа командаларымен ойнауға мүмкіндік бар ма? Азияның командаларымен ондай жаңағы сыртқа шығып ойнауға мүмкіндіктер бар ма? Мүмкіндіктер бар, бірақ жиі шықпаймыз. Себебі бір сондай оқу жаттығу жиын жоспарласақ, бұған енді біздің бөлінген қаражаттан жоғары болып кетеді. Сондықтан біз бір жылға жоспарлаймыз 3-4 сондай спаррингтік ойынды. Қалған уақытта Қазақстан ұлттық команда өз елімізде жаттығады, иә? Өзін елімізде жаттығу жасаймыз. Оның арасында Азия чемпионаттары болады. U18, U18, U19 қазір шілде айында U19 Таиланд Бангкок қаласында өтеді. Әрине біздің ЦОП дейміз, Центр олимпийской подготовки, бұлар аппарат сол команданы. Бізге ол жақсы командалар жиі сондай Азия командалармен ойнап тез өседі. Европалықтар неге қатты дамыған? Бұлардың чемпионаттары өзі, внутренний чемпионат бар. Ішкі чемпионат. Ішкі чемпионат бар. Оның арасында Европа арасында чемпионат бар. Сосын атын қалып отырмын. Бір андай жарыс бар да. Ең үздік командалар жиналады. Чемпиондар лигасы сияқты. Иә, чемпиондар лигасы, бірақ оған мысал үшін Қытайда Сербиядан тренер-консультант дейміз ғой. Тренер-кеңесші, жаттықтырушы. Қытайлар Сербиядан алды тренерді. Ол Адриатическая лига дейді. Адриатическая лигаға 4 жылға меморандумға қол қойды. То есть қазір қытайлықтар 4 жыл Адриатический лигада ойнайды. Ол мықты лига ғой, иә? Ол мықты лига. Он стартовый взнос $1 миллион евро. Оны төледі да, енді 4 жылда Қытайымыз енді өсет. Тек Азияда емес, әлемдік деңгейге өсет дейсің? Әлемдік деңгейде өсет. 4 жылда бұлардың мықты. Жалпы чемпионат мықты, және бәсекелестік мықты болу үшін қанша саны болу керек? 10-15 команда болу керек пе кемінде? 10-15 команда болса. Бізде 6 команда. Бізде 6, бірақ бізде клубтар қатты дамыған жоқ. Біз құрама командамыз бар. Ол біздің чемпионат өткізгенде біз құрама командадан адамдарды жібереміз. Атыраулықтар Атырауға, тараздықтар Таразға, Алматы, Астана. Ол бір команда ғой, былай қарасаңыз. Ұлттық құрама команда, бірақ 4 командаға бөліп тастаймыз. Бөліп тастайсыз. Жас балаларды қосып жібереміз да. Ол біздің чемпионат. Ондай болмау керек. Европада үздік командалар жинайды. Бұлар еще сатып алады. Легионерлерді алады. Басқа мемлекеттерден, Америкадан алады, Австралиядан алады. Бұлардың дәрежесі чемпионаттың өте жоғары дәрежесі. Бізде мысалы мынау Қытайлар сияқты Сербиядан енді 3 күн олимпиада чемпионы болса, кеңесші, жаттықтырушы шақыруға болмай ма? Бізде былтыр қыркүйек айынан кеңесші, жаттықтырушы Сербиядан біз алдық. Ол кісі қыркүйектен бастап жұмыс істеп жатыр. Қазір Азия ойындарына полностью сол кісі дайындап жаттықтырып жатыр. Қалай екен жаттығу процесі, көрдіңдер ме? Ол өте ерекше, басқаша. Біздің мектебіміз әртүрлі да. Үйренетін нәрсе бар ма? Үйренетін нәрсе бар. Біз жақын арада жас бапкерлер, жас мамандарға семинар өткіздік. Кеңес жаттықтырушы Сербиядан видео нарезкалар жасап, суда
бір жаттығуларды көрсетіп, артынан диплом беріп, бұларды үйретіп жатырмыз. Тағы да жақын арада төрешілік семинар өткіздік осы Астанада. Бүкіл Қазақстан өңірлерден төрешілер, бапкерлер жиналып, осы жерде бір өте жақсы іс-шара өткіздік. Дәмір, сізге мында жеке сұрақ. Бапкер ретінде өзіңіздің арманыңыз бар ма? Енді әрбір бапкердің арманы бар. Олимпиаданың жүлдегері, чемпионы болсам ба деп, ондай жетістікке жетеміз деп сенемін. Бірақ Жастар потенциал бар ғой. Жастарды потенциал бар. Өсетін жігіттер бар ма ішінде? Өсетін жігіттер бар, көп. Жеңіс сіз үшін нені білдіреді? Ел сенімін, жаңағы көп жұмыстың жемісі. Әрбір спортшымыздың отбасы бар, қарап атқан жанкүйерлер, ата-анасы бар. Жаңағы чемпион болсақ, біздің елімізді жерге қаратпау. Ал жеңіліс неге тәрбиелейді? Жеңіліс жұмыстағы қателікке көз қаратады. Енді мынау қазір осы енді ғана осы судобына келіп жаттығып жүрген, енді осы судобын таңдап барғысы келетін жастарға қандай ақыл кеңес бересіз? Судобын жас ұлдар болсын, қыздар болсын, судобын таңдаса, мен ойлаймын, ең біріншіден бапкердің айтқанын тыңдап, установкасын естіп, тәртіп, намыс болса, жақсы спортшы болады деп ойлаймын. Уақыт тауып, осы біраз тақырыптарды қозғадық, осы біраз сұрақтарға жауап алдым. Уақыт тауып келген үлкен рахмет. Енді Азия ойындарында команда тек қана осы жеңіс тұғырынан көрінсін. Айтқаныңыз келсін, рахмет, аумин. Қымбатты көрермендер, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Өмірде болсын, спортта болсын, жеңістеріміз көп болсын.